Assalomu alaykum. Bugungi sabag'imiz Microsoft Word tekst protsessori ham оның imkoniyatlari haqida aytamiz. Reji. Birinchi, Microsoft Word tekst protsessorina uluma sifatlama beremiz. Ikkinchi, Word tekst protsessorida hujjatlar men ishlov texnologiyasi bilan tanishtiramiz. Uchinchi, Wordning qo'shimcha imkoniyatlarini bilan tanishamiz. Word Windows'tың әмели программаларынан есапланып, текстli hujjatlarni жарату, көзден өткеру, редакторлау һәм баспадан шығару үшін қызмет етеді, һәм Windows қосымшалар топарына кіреді. Microsoft Word текст процессоры меню қатары, hujjatlarning параметрлері, hujjatlarni редакторлау һәм форматлау, hujjatlarda suratlar, kesteler, figura ham sızılmalar менен ishlov, diagramma ham grafiklerді жайластыру, инструментлер панелінен пайдалану мүмкіншілігіне ие. Word текст ham суретлі программалар үстінде 100-ден артық операцияларын орынлаушы ham текстлі программалар классына кіруші ең жетіліскен әмели программалардан бірі есапланады. Word редакторында кейбір түсініктер бар. Бұл түсініктердің сипатламасын келтіреміз. Бірінші, автотекст. Текст кіртіліп атырғанда айрым сөз бірікпелері һәм гәплерді бірнеше рет жазуға тура келеді. Оларды қайта-қайта жазып отыруымыз шарт емес. Автотекст бұйрығы оларды орынлайды. Екінші, авторедактор. Тексті кірту процесінде айрым қателер тез-тез тәкрарланады. Бұл қателерді текст кіртіліп атырғанда автомат рәвіште дұрыслауымыз мүмкін. Бұл әмел авторедакторлау деп аталады, һәм оны авторедактор орынлайды. Үшінші, әсбаплар панелі. Кнопкалар жинағынан ібарат болған панель. Бұнда кнопка басу нәтижесінде қандай да бір бұйрық орынланады. Әр бір кнопка анық вазипа һәм атқа ие. Бұйрықты орынлау яки бекарлауымыз үшін біз тышқаншаның шеп түймесін басамыз. Төртінші, форматлау. Бұл hujjat көрінісін өзгерту болып табылады. Бұнда шрифтларды таңлауымыз, атап көрсетілуі керек болған сөз һәм гәплерді ажыратуымыз, абзац шекараларын текслеуіміз, қатарлар арасындағы аралықтарды өзгертуіміз мүмкін. Word текст процессорын жүклеуіміз үшін пуск түймесі жәрдемінде программы бөліміне өтіп, Microsoft Office дәстүрлер ішінен Word сөзі үстінде мышка көрсеткішін басып, іске қосамыз. Word жұмыс столы суреттегідей, бірінші атамалар қатары, екінші меню қатары, меню қатарынан соң инструментлер панелі, инструментлер панелінен соң тикарғы жұмыс майданы берілген. Атамалар қатары документ 1, документ 2 болып, ізбе-із болады. Ал оның кеңейтпесі docx һәм doc формат бенен жазылады. Меню қатары файл, главная, вставка, разметка страницы, ссылки, рассылки, рецензирование һәм вид. Бірінші файл менюсі менен таныстырып өтсек, бұл жерде сохранить, сохранить как, яғни сақлап қою, открыть, ашу, закрыть, жабу, сведения, мағлуматлар, последние, ақырғы ашылған файлар тізімі, создать, жаңа файл жарату, предварительный просмотр, баспаға шығармастан алдын ала көру, печать, баспаға шығару, сохранить һәм отправить, сақлап қою һәм жөнелту, яки болмаса ұзату, справка, мағлумат, параметры, бет параметрлерін қою һәм выход командалары бар.
Главное менюсында біз форматирование һәм редактирование бұйрықлары орынланады. Бұнда біз текстің шрифтларын өзгертуіміз, оның өлшемлерін үлкейтіп кішірейтуіміз, тегіслеуіміз, шепке, оңға, ортаға қойып алуымыз һәм қатарлар арасындағы интервалларды кеңейтуіміз мүмкін. Төменгі суретте көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде текстің стилін әрқилы формаға өзгертуіміз мүмкін һәм көп пайдаланатұғын найти, табу, заменить, өзгерту һәм выделить, ажыратып алу түймелерінен пайдаланамыз. Word текст процессорында hücretlerдің параметрлерін өзгертетін уақытында диалог айналарынан пайдаланамыз. Бет параметрлері, шрифт һәм абзац диалог айналарынан пайдаланамыз. Вставка менюсында жоғарғы суретте көріп тұрғаныңыздай, текстқа қосымша кесте, суретлер, автофигура, смарт-арт фигураларын, диаграмма һәм басқа текстке байланыстыру үшін гиперссылка түймелерінен пайдаланамыз. Ал төменгі суретте көріп тұрғаныңыздай, біз беттің колон титулларын орнатуымыз мүмкін, һәм бетлерге номер қоюымызға болады, текстке қосымша математикалық формулалар кіртуімізге болады, һәм клавиатурадағы жоқ символларды осы түймелер арқылы біз кіртеміз. Енді вставка менюсында сурет орнатпақшы болсақ, біз рисунок картинки бөлімінен компьютердің базасындағы бар суреттердің қалеген бірін таңлап, һәм осы суреттің қалеген орнын қиып алуымызға болады. Hücretке кесте орнатпақшы болсақ, екі ұсылы бар. Бұнда вставить бұйрығы арқылы біз шекленген сандағы қатар һәм бағаналарды, һәм вставить таблицу қосымша айнасы арқылы бізге кереклі болатығын бағаналар һәм қатарлар санын сан көрінісінде жазып кіртуімізге болады. Суреттегі көріністегідей, шеклі сандағы қатар һәм бағаналар пайда болады. Һәм екінші көріністе біз кереклі бағана һәм қатарлар санын кіргізіп, бағаналардың кеңліклерін өзгертуімізге болады. Смарт-арт фигурасынан пайдаланып, біз текстқа әрқилы смарт-арт фигураларын кіртуімізге болады. Бұлардың жақсы тәрепі таяныш сөзлерді осы смарт-арт фигураларына жазуымызға болады. Формулы түймесі арқылы біз математикалық формулаларды текстке кірте аламыз. Ал символ түймесін арқылы біз клавиатурадағы жоқ белгілерді текстқа кірте аламыз. Разметка страницы менюсы арқылы біз текст көрінісін книжный, яғни кітап формасына һәм альбомный формаларына өзгерте аламыз. Және колонка түймесі арқылы біз сөзліклерді, ямаса қосық қатарларды жазуымыз үшін қолайластырылған бір колонкалы, ямаса екі колонкалы етіп өзгерту мүмкіншілігіне ие боламыз. Осы қатарда
границы страниц түймесі арқалы біз текст бетіне рамка қою мүмкіншілігіне ие боламыз. Hüжетті баспадан шығаруымыз үшін файл менюсындағы печать, предварительный просмотр түймелері арқалы біз баспадан шығармастан алдын ала көру жағдайын көреміз. Һәм соңынан, егер бізге мақұл болса, онда печать бұйрығы арқалы баспаға шығаруымыз мүмкін. Баспаға шығару уақытында диалог айнасы шығады. Міне, осы диалог айнасынан бірінші біздің компьютерімізге орналасқан принтердің атын көрсетуіміз керек. Соңынан бет параметрларын көрсетуіміз керек. Һәм свойства арқалы біз кіртілген текстің бір бетке 2 бет, яғни кітап формасында, ямаса бір бетке 4 бет блокнот формасындағы бөлімлерді свойства арқалы таңлап алу мүмкіншілігіне иеміз. Енді сіздерге ұсындай атақлы текст редакторлары менен таныстыраман. Бұл Adobe Word, Lotus Word Pro, Microsoft Word, Microsoft Words, Microsoft Windows құрамына кіруші WordPad, OpenOffice.org Word, PolyEdit һәм WordPerfect программалары бар. Абзацты форматлауымыз үшін, абзац бұл екі маркер белгісі астындағы текст есапланады. Бұл белгі интер басылуы нәтижесінде пайда болады. Маркерді көру үшін главная менюсындағы маркер белгісі жәрдемінде басылады. Пайдаланатын әдебиетларды көріп алсаңыз болады. Диққатларыңыз үшін рахмет.